Бөгенбай батыр дейді, 5 уақыт намазын қаза қылмаған, дәретсіз ешқашан дәретсіз жер баспаған дейді. Тарих кітаптан оқыңыздар. Және түнде дейді, тура күндіз сияқты көретін деген. Қалмақтың 2 батырдан қап-қараңғы түнде барып, түмен басын байлап алып келеді ғой. Кім? Бөгенбай атамыз. Қараңыз, Төле би атамыз осы өңірдің тумасы мысалы. Төле би атамыз қазақтың бас биі, 8 жасында қари болған. Кім біледі оны? Кезінде Совет үкіметінің кезінде осының бәрін құртты біздің бабаларымыз. Бабаларымыз намаз оқып, кәдімгі соғыс кезінің өзіне 5 уақыт намазды тастамаған. Қожаберген жырау не дейді? Намаз оқып жатқанда жаулар қарар дейді. Атылған дәу мылтықтан доп киіп ұрар. Мінәжат қылып жайымызда отырғанда ит қалмақ ұстап алып тұтқын қылар дейді. Тартқыстан жау қалмаға қатаң жаза, кешелер намазын болған қаза дейді. Қараңыздар, біздің бабаларымыз қалай елді қорғап